Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге елші, өнер кенші телекүнделігінің жүргізушісі мен Ақылас Қарова. Міне біз Меңдіғара ауданына да келіп жеттік. 32-ші халық шығармашылығы, көркем өнерпаздар шығармашылығы концертінің аудандық іріктеуі басталып та кетті. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Меңдіғара ауданы облысымыздағы қарқынды дамып келе жатқан аудандардың бірі. Өнер жағынан да әрқашан ізден үстінде, яғни бір орында тұрған жоқ. Оны біз де аңғардық. Өнерпаздар өз өнерлерін біздің әділ-қазыларға паш етуде, бірақ сахнаның сыртында өзге қатысушылар дайындық үстінде. Міне біз Болатовтар отбасылық ансамблі дайындалып жатқан қазір дәл үстіне түсейін деп отырмыз. Сұхбат алып көрейік. Сәлеметсіздер ме? Тобылға жалпы бұл отбасылық ансамбльді құру идеясы қайдан келді, қай жылы басталды, сол жайлы айта кетсеңіз. Басынан бастап айтып кетсек, біз жұбайымыз екеуміз, Нұржамал екеуміз Алматы опера балет театрының қасында құрылған вокалдық хоровая студия дейді, оперный студия деп атап жүрді. Сонда тәлім алып, сонда екеуміз қосылып, бас қосып, сонда жұмыс істедік, оперный театрда хорда өлең айттық. Содан үйленіп, осы елге келдік. Елде үйдің кішісі болғасын қалдық. Отбасында сол әке-шешеміздің қасында қалдық. Одан бала-шаға болғаннан кейін, мінекей ұлдың кішісі, жетінші баламыз, барлығы де әнге жақын, жуық. Бұлардың барлығы да өлең айтады. Сол жұмыс бабымен мен 83 жылы клуб меңгерушісі болып Төлеңгіт ауылында бастадым. Содан бері сол сахнада жүрміз. Мынау семейный ансамбль дейді, семьялық отбасылық ансамбліміз Бертінгелі балалар өскесін өзінен өзі құрыла бастады. Адайға ұлымыз музыкальный колледжді бітіріп жатыр. Рудныйдың Алла қаласа енді консерваторияға түсемін деп тұрмыз. Сол менің жолымды жалғайтындай бір ұрпақ қой деп ойлаймын. Сондай жағдай, мінекей бүгін облыстық байқауға қатысайын деп жатырмыз, семьялық отбасы ансамблі. Мен бізде сенеміз консерваторияға түсіп кететініңізге. Енді бүгінгі концертте қандай өнер көрсетесіз, қандай ән айтасыз? Ескендір Хасанғалиевтің Ауылы мәнім атты әнді орындаймыз. Соған жақсы дайынбыз, 100% дайынбыз. Қалай шығатын енді сахна көрсетеді. Олай болса, біздің еліміздің отбасында үлгі тұтар отбасылары болып жүре беруіңізге тілектеспіз, және де бүгінгі концертте қана сәттілік тілейміз сіздерге. Темірлан мырза, бүгін қандай өнер көрсетесіз? Бүгін мен мәнерлеп оқу бойынша қатысам. Расул Ғамзатұлының «Ана тілі» атты өлеңін оқимын, қазақ тіліне аударған Сағи Жиенбаев. Неше жастан бастап бұрыннан айналысасыз ба бұл мәнерлеп оқумен? Жалпы мәнерлеп оқумен 5-ші сынып, 6-шы сынып мектеп қабырғасынан бастаған. Кейіннен өзім өлең жаза бастадым. Осы қазір жасым 21-де бастадым. Олай болса, қазіргі концертте сізге тек қана жақсы өнер көрсетуді тілейміз. Көп рахмет. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып лездемей тірілдім. Балгер демес, дәрігер демес, емдейтін тек өзімнің тілім екен сөйлейді. Өзге бір тіл емдер басқаларында. Мен оны мен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлімге деп бүгін ақ. Меңдіғара ауданы бұл жолы да фестиваль іріктеуіне үлкен жауапкершілікпен қарағаны сезіледі. Кез келген концерттің ұйымдастыру барысы ол өте маңызды дүние. Міне менің жанымда Мәди мырза, Меңдіғара аудандық мәдениет үйінің директоры. Жалпы ұйымдастыру барысы жайлы айтып кетсеңіз. Жалпы біз әр жылда өтіп жататын шара ғой, аудандық көлемде өтетін облыстық 32-ші
облыстық фестиваль өтіп жатыр ауданымызда. Расында жылда өзгеріс болғанмен өзгеретін тек қана өзіміздің программаға байланысты. Биылғы программада мысалы Астананың 20 жылдығына байланысты үлкен іс-шара өтіп жатыр. Жылда енді қорытынды шығармалардың ішінен алынатын шығармалар ғой, сондықтан да биыл Астана жайында жалпы жақсы әндер жалпы программа дайындадық. 2-3 ай бұрын бастаймыз ғой дайындықты жалпы айтқан кезде. Бұлай жалпы жаман емес деп ойлаймын. Олай болса, сіздің ауданыңызға тек қана сәттілік тілейміз, жоғары деңгейде өнер көрсететінге сенімдіміз. Әмин, рахмет. Құрметті көрермендер, менің жанымда Меңдіқара ауданының биші қыздары тұр. Қыздар, нешінші болып өнер көрсетесіздер бүгін? 10-шы. Киімдеріңе қарасам, қазақша би билейтін секілдісіңдер, иә? Бимен айналысып жүргеніңдеріңе қанша уақыт болды? 1 жылдай. Жалпы қанша би білесіздер? Жалпы бір биге дайындалу қанша уақыт сіздерде уақыт алады? 1-2 күн. Енді бүгінгі көрсететін өнерлеріңізде сіздерге тек қана сәттілік тілейміз. Болашақта биші болу армандарыңызда бар ма? Бар. Олай болса, тек қана сахнаның биік шыңдарынан көріне берулеріңізге тілектеспіз. Рахмет. Құрметті көрермендер, міне фестиваль барысында біз 16 ауданда араладық. Міне біз қазір Меңдіқара ауданындамыз. Енді салыстыратын дүниелер баршылық. Батырбек аға, сіз енді филармонияда жеке аспаптар әртіссіз, бағалап жүрсіз бұрыннан, енді салыстыратын дүниелер бар дегендей. Жалпы концерт жайлы не айтасыз 16 ауданда салыстыра келе? Атап өтетін нәрселер бар шығар. Міне біз енді 16 ауданда аралап өттік Қостанай облысы бойынша. Өтіп жатқан іс-шара 32-ші халық шығармашылық облыстық байқау Асқақ ханым Астана деп аталады. Өзіміздің Астанамыз, Астана қаласының 20 жылдығына арналған іс-шара. Осы 16 ауданда айтып өттік. Өте жоғары дайындықпен келіп жатыр әртістер. Енді атап айтатын болсақ, жақсы аудандарды атап айтатын болсақ, ол Федоров ауданы, Қостанай ауданы, Әулиекөл ауданы, Жетіқара қаласы, қалалардан атап айтсақ Арқалық қаласы. Сол сияқты көптеген аудандар мен қалалар, Рудный қаласы жақсы дайындықта келген. Сол бүгін енді Ұзынкөл ауданы мен қазір Меңдіқара ауданында тұрмыз. Қазір Меңдіқара ауданының концертін көріп шықтық, тамашалап. Жақсы дайындалған екен. Өте жоғарғы деңгейде десек болады. Қызық нөмірлерді көрдік, тамашаладық. Осымен Меңдіқара ауданындағы фестиваль ойдағыдай аяқталды. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі ауданда жүздескенше дейміз.